Алматыда такси жүргізушілеріне бақылау күшейді. Полицейлер оларда автосақтандырудан бөлек жолаушыларға сақтандыру бар жоғы жиын тексеретін болған. Сондықтан қазір жолаушы тасумен айналысатындар жаппай сақтандыру компанияларына ағылуда. Негізі бұл талап бұрыннан да бар, бірақ көбі оны елемей келген. Соңғы күндері Алматы көшелерінде такси жүргізушілерін полицейлер жиі тоқтататын болған. Олар әсіресе жүргізушілерден жолаушыларға сақтандыру полисінің бар жоғын тексеруде. Такси тізгіндегендердің айтуынша бұрын бұл құжатты тәртіп сақшылары сұрамаған. Бұрын ол құжаттар тексермейтін, бірақ қазір енді жіті тексеріп жатыр ғой. Алдында мені бір рет тоқтатқан, бірақ менде енді барлық құжаттар орында. Пассажирдің қауіпсіздігіне жауап беретін құжаттарым да бар. Жолаушыларды сақтандырмаған такси жүргізушілеріне айыппұл салынады. Алайда бұл құжатты кез келген адам ала алмайды. Ең алдымен жүргізуші жеке кәсіпкер ретінде тіркелуі тиіс. Сонымен қатар көлігі такси қызметіне сай болуы және арнайы белгілермен жабдықталуы міндетті. Мұндай құжаты жоқ жүргізушілерге салынатын айыппұл сомасы 21 000 теңгеден асады. Міндетті сақтандыру полисі тұлғаның жүргізу тәжірибесі мен категориясына байланысты бағаланады. Яғни жүргізу барысында жол көлік оқиғасына неғұрлым аз ұшыраса, соғұрлым төлемақысы да аз болады. Негізгі сома орта есеппен 30 000-нан 100 000 теңгеге дейінгі аралықта екен. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.